Бүгінгі үйренетін сөздердің тізімі солай болады, тыңдаңыздар. Балауыз, сол мезетте, шырақ, кектену, жасанды, біртіндеп, әзілқой, әкету, алданғыш, көрнекті, дәулет, атаулы, атау, кек, жөнелту. Сөздердің тізімі орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Воск. В тот момент. Лучина, свеча. Таить месть. Искусственный. Мало-помалу. Насмешник. Уводить. Доверчивый. Видный, представительный. Богатство. Все имеющее название. Перешагивать. Месть. Отправлять. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамда әдеттегідей жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын, тыңдаңыздар. Граф Монте-Кристо фильмінің сөзбасы. Эдмон Дантес қамалып түрмеге жабылды. Оның таныстар оған қарсы Марсель қаласының әкімшілігіне шағымданып, арыз жазып жіберді. Ол неліктен түрмеге жабылды білмеді. Оның түрмедегі бөлмесінде ешқандай жарық жоқ, тек балауыздан жасалған шырақ ғана. Кішкентай түрмен жабдықталған терезесі қабырғаның жоғарыда орналасқан. Бірнеше ай түрмеде отырғаннан кейін Эдмон дағдарысқа түсті. Оны көз елесінен ешкім суырмайды деп қорытындысында келді. Ол өлуінен ойлағанды бастады. Бір түні ағаш жасалған кюветіне жатқан кезде есінен арылған жағдайда әлдеқандай сыбдыр естілді. Тышқан екен деп ойлады Эдмон. Бірақ оның көзінің алдында көрнекті жын тәрізді елес пайда болды. Өліп жатырмын деп ойлады Эдмон. Сол мезетте біреудің қолын оның басына тиді. Біртіндеп Эдмон есінде қайтара бастады. Эдмон көрші бөлмедегі үлкен жасы зор ақыл бар кәрі тұтқынымен танысты. Бұл қария танымал ойшыл және фальсафашы, шіркеудің дін қызметші болған. Ол Эдмонға оның жағдайын жорып талдапты. Басында Эдмон қарияның әңгімелесіне алмағанын, қарияның әзілқой деген болғанына сенеді. Біртіндеп көбірек дәлелдерді естіп,
өзінің алдыңғыш болғанына сене бастады. Қария Эдмонға қалай түрмеден қашудың мүмкіндігін ашып, орасан дәулеттінің табуына жолын ашты. Эдмон оның сатқындарына кек көрсетуге серт етті. Эдмон өзіне граф Монте-Кристо деген атты қойып, әлемдегі 4 бұрыштарды келіп қайтады. Онда оның жауларының қылмыстарына куәлерін тауып, өзімен әкетіпті. Барша жүрегімен кектенгісі келіп, бірінен соң бірі жауларды тауып шыққаннан соң тозаққа жөнелді. Оның бір жауының аты Данглар деген болған. Эдмон барлық Данглар деген атаулы нәрселерін көзін жойды. Әйтсе оның кек жасағанында Эдмон моральдік шектері атады деп ойлаймын. Келесі жаттығуда синхрон аудармасынан тырысайық. Сіздерге орыс тіліне мәтінді оқимын, тыңдаңыздар. Предисловие к фильму «Граф Монте-Кристо». Эдмона Дантеса арестовали и заточили в тюрьму. Его знакомые донесли на него, подав жалобу заявление в управление города Марселя. Он и сам не знал, почему его посадили. В его тюремной камере не было никакого света, лишь восковая свеча. Крошечное окно, затянутое решеткой, располагалось высоко в стене. После нескольких месяцев заточения Эдмон погрузился в отчаяние. Он понял, что никто не вытащит его из этой ситуации. Он начал думать о смерти. Однажды ночью, лежа на деревянной койке в полузабытии, он услышал шорох. «Крыса должно быть», — подумал Эдмон. Но перед его глазами возник притягательный, похожий на ангела образ. «Я умираю», — подумал он. В этот миг чья-то рука коснулась его головы. Постепенно к Эдмону начало возвращаться сознание. Он познакомился с пожилым узником из соседней камеры, человеком великого ума. Этот старец был известным мыслителем и философом, служителем церкви. Он разобрал и истолковал ситуацию Эдмона. Сначала Эдмон не мог поверить его словам и счел старика шутником. Но, услышав все больше доказательств, начал верить в то, что был слишком доверчив. Старик открыл Эдмону возможность побега из тюрьмы и указал путь к обретению несметного богатства. Эдмон дал клятву отомстить своим предателям. Взяв имя графа Монте-Кристо, он объехал 4 уголка света. Там он разыскал свидетелей преступлений своих врагов и взял их с собой. Исполненный жаждой мести всем сердцем, он одного за другим отыскивал своих врагов и отправлял их в ад. Одного из них звали Данглар. Эдмон стер с лица земли все, что носило имя Данглар. Однако, мне кажется, в своей мести Эдмон переступил нравственные границы.